Қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен қызылшадан жасалатын қысқа арналған салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл қызылшаның пайдасы өте көп, қанды көбейтеді, иммунитетті көтереді және асқазан ішек жолдарын тазалайды. Бұл салатты салат ретінде жеуге де немесе борщқа заправка жасауға да болады. Видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын бірге тамашалаңыздар. Ең алдымен 1 килограмм пиязымызды ұсақтап кубик етіп турап шығамыз. Енді сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Осылай болады, барлығын дәл осылай өткізіп аламыз. Бұл жерде 3 килограмм қызылша. Осылай барлығын өткізіп шығамыз. Енді қызанақтарымызды 4-5 кубик етіп турап шығамыз. Неке осылай барлығын турап шығамыз. Болгар бұрышында 4-5 етіп турап шығамыз. Дәл осылай барлығын бірге етіп тураймыз. Келесі кезекте сарымсағымызды ұсақ етіп турап шығамыз. Қазанымызға 500 мл сұйық май құйып, жақсылап қыздырдық, үстінен туралған пияз саламыз. Жақсылап қуырамыз. Пиязымыз қуырылып жатыр, кішкене сарғайып кетіп жатыр. Енді үстінен үкіштен өткізілген сәбізді салып, қуырамыз. Біздің сәбізіміз 5-10 минуттай қуырылды. Енді оның үстінен көкөністерімізді сала береміз. Әуелі қызылшаны салып, оны да 10 минуттай қуырамыз. Қызылшамыз 10 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне қызанақ саламыз. Және тәтті болгар борщын салып, тағы қуырамыз. Төрт ас қасықтай тұз себеміз. Ас қасық қант себеміз.
1 ас қасық паприка, қара бұрыш себеміз, 1 ас қасықтай, кішкене қызыл бұрыш та себеміз, 1 шай қасық көлемінде. Енді осыны жақсылап араластырамыз. 9% уксустан 150 мл құямыз. Менде ол жоқ. 70% уксустың 1 ас қасығын 200 мл суға араластырып құйдым. Уксус бізде қызылша өзінің түсін жақсы сақтау үшін керек. Енді осылай қақпағын жауып қойып 45-40 минуттай бұқтырамыз. Біздің заготовка дайын болды. Осындай қып-қызыл болады. Лавр жапырағын және чеснок қосқаным ол жерменде видеоға түспей қалыпты. 1 бас чеснок және 5-6 жапырақ салдым. Банкалардың барлығын стерилиздеп алдым. Енді воронкамен осылай банкаларға құйып шығамыз. Газдың астын өшірмейміз. Қазанымыздың асты жай қайнап тұру керек банкаға құйған кезде. Толтырып саламыз. Қақпағында қайнатып алдым мен 15-20 минуттай. Қақпағын салып, қатты бұраймыз ыстық күйінде. Осымен достар, біздің салат дайын болды. Дәл менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес берем. Бұл салаттың пайдасы өте көп. Қанымызды көбейтеді, бауырымызды, асқазан ішек жұмысын жақсартады, гемоглобинді көтереді және көптеген пайдасы бар. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.